айтасыздар ғой. Қайырлы күн, құрметті көрермендер және қадірлі оқырмандар. Біздің кітапхана жастарының шабытының шарықтауында дүниеге келген Жастар Креатив Драйв жобасы өз жұмысын жалғастыруда. Бүгін бізде қонақта жауапкершілігі шектеулі серіктестік Петроказахстан Oil Products компаниясының әкімшілік департаментінің маманы Леспек Ласпекұлы. Леспек Ласпекұлы, қош келдіңіз. Бүгінгі эфир жүргізушісі мен Слам Жанна. Леспек, бүгінгі біздің көрермендерімізге өзіңіздің сәлемдесіп, ары қарай эфирімізді жалғастырсақ, сөз кезегі өзіңізге. Барша бүгінгі эфирге қосылған көрермендерге қайырлы күн деймін. Өздеріңізге де қайырлы күн, шақырып, елеп, ескеріп, шақырылғаныңызға үлкен алғыс білдіремін. Рахмет. Қош келдіңіз сізге. Бүгінгі біздің онлайн кездесуіміздің тақырыбы білім, тәжірибе, кәсіби маман. Бұл іс-шарамыздың негізгі мақсаты бүгінгі білімді жас бірден білікті маманға айналмайды. Оған міндетті түрде тәжірибе керек. Және де бүгінгі қазіргі таңдағы жастардың Қазақстанның дамуына үлес қосуының нәтижесі қандай, осы бағытта әңгіме жүргізетін боламыз. Және біз тәуелсіздік алғаннан кейін қазіргі елбасымыз біздің жастарымызға жағдай жасаған көптеген. Соның бірі жоғары оқу орындарында грант арқылы студенттеріміз және бірнеше бағдарламалар арқылы болашақ, серпін және студенттер өздері қай жерде оқу өзі ұнатады, сол жерде оқи алады. Шетелде болсын өзінің таңдауы. Мен сізді елге танымал тұлға немесе елдің дамуына айрықша үлес қосқан маман ретінде емес, кешегі жас түлек бүгінгі қызмет атқарып жатқанына бірнеше жыл болған жас маман ретінде қонаққа шақырып отырмын сізді. Сіз арнайы бағдарламамен шетелге оқып келгеніңізді білемін. Сол қандай бағдарлама және қай елде, осы туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Біріншіден рахмет, осындай жастарды елеп, ескеріп, осы шетелде оқып келген жастарды шақырып, осындай тақырыпта әңгіме қозғап жатқандарыңызға үлкен алғысын білдіремін. Екіншіден айтатын болсақ, қазір рас айтасыз, осы қазіргі түлектер, яғни шетелде оқу өте жеңіл, барып келу жеңіл болып қалды, оқу жеңіл болып қалды, және мемлекет өте көп бағдарламалар ашып, жастарға көмек беріп, соларды көтермелеп жатыр десек те болады. Мен негізі өзім оқуда осы Алматы қаласы, Шымкент қаласында мектеп бітіргеннен кейін Алматы қаласына музыкалық колледжге оқуға түстім. Алматы атындағы, Чайковский атындағы музыкалық колледжіне. Ол жерде 4 жыл білім алып, хорды дирижерлік мамандығы бойынша бітіріп шықтым. Бітіргеннен кейін мен консерваторияға грантқа түстім. Консерватория, Құрманғазы атындағы консерваторияда 1 жылдай оқып, сол жерде оқып жүргенде қазіргі барлығымыз тек болашақ бағдарламасын білеміз, шетелде оқитын. Одан да бөлек осы Алматы қаласында бағдарламалар болып жатқан, шетелде оқуға мүмкіншілік жастарға. Сол бағдарлама бойынша біз ілініп, мемлекеттік бизнес академиясына сол жаққа түсіп, экзамен арқылы түсіп, Польша еліне оқуға кеттім. Ол жерде басқару, яғни менеджмент мамандығы бойынша оқуға түсіп, Қазақстаннан 69-дан аса жастар түсті. 250 жас тапсырған болатын, соның ішінде 69 оқуға түсіп, сол жақта білім алдық. Польша мемлекетінде, неге Польша мемлекеті десеңіз, себебі Польша мемлекеті маған өзіме өте қатты ұнады. Біріншіден біздің СНГ-ге, яғни ТМД еліне
жақын. Екіншіден Европада орналасқан. Европалықта тәжірибе алуға болады, ТМД-ның тәжірибесін алуға болады. Екі жақтан да оларда мағлұмат көп. Сол себепті сол жаққа оқуға түсіп, сол жақта оқыдық. Ол жақта біздің оқыған мамандығымыз осы арнайы басқаруды таңдадық. Себебі менеджмент мамандығы бізге жан-жақты барлық саланы қамтиды десек те болады. Ол басқаруға барлық сала кіре береді. Яғни сен келетін болсаң Қазақстанға, әрбір салада жұмыс атқарып, қызмет атқара бересің. Сол жақта оқып жүрген кезімізде осы бізге Польшаның университетінің аты Луис атындағы университет болатын. Яғни ол Польшадағы сол жердегі филиал болса, оның бастапқысы Америка құрама штаттарындағы Чикаго, Иллинойс қаласында орналасқан болатын бастапқы офисі. Содан кейін бізге ұсынылды, яғни кім экзамен арқылы Америкаға тапсырып көреді, сол түседі деп. Содан біз экзамен арқылы сол жаққа Америка құрама штаттарына тапсырып, ол жаққа 69 студенттен 9 студент түстік. Дистанционно тапсырылған болатын. Содан ол жақта оқып, барып келіп, бір жыл көлемінде сол жақтың дипломын алдық, бір жыл. Яғни Польшаға шетелге оқуға кеткен кезде 2 дипломмен оралдық десем болады. Тест тапсырғанда белгілі бір өздерінің пәндері бар ма? Тапсыру керек? Әрине, өздерінің пәндері болады. Польшада, мысалға айтатын болатын болсақ, Украинаға жақын болғандықтан 3 тілде бізде сабақ өтті. Ағылшын тілінде, орыс тілінде және поляк тілінде. Яғни 2 сабақ орыс тілінде болса, бастапқы біздің сабақтарымыз ағылшын тілінде және поляк тілі, ол міндетті түрде ол жақтың тілін үйренуге сондай талап қойылған болатын. Және де экзамендерге келетін болса, экзамендер өте қиын болды. Өйткені скайп арқылы онлайн Америкадағы мұғалім сенімен тест жүргізеді. Рахмет жауабыңызға. Қояр екінші сұрағым осы, жалпы шетелде білім алғанның бүгінгі күні қаншалықты нәтижесін көріп жатырсыз? Және қандай жеңілдіктері бар? Бұл жұмысқа тұру барысында болсын, немесе әріптестермен араласу барысында болсын, бұл халықаралық деңгейде шетелден алған біліміңіз осы Қазақстан университетіне беріліп отырған білімнің ортасында қандай кемшіліктер немесе ұқсастықтар, өзгерістер бар? Осы жайлы айтсаңыз. Мен өзім осы колледжде оқып жүрген кезде әлемнің біраз түкпірін аралап келдім десем де болады. Оның ішінде Арменияда болдым, Италияда болдым, Америкада болдым, Украинада болдым, Россияда болдым. Конкурстармен барлық қалаларда болдық. Арменияның Гюмри қаласында болдық. Қазақстанның барлық қалаларын араладық. Сол себепті маған шетел бір аса қызық болды деп айта алмаймын оқу. Бірақ өзім арнайы сол жаққа барып оқығым келді. Себебі ол жақтың практикасын алып келіп, осында соны қолданғым келді. Яғни бізге мен әлі де қазір әлде ешқандай ойымнан жаңылысқан жоқпын. Шетелге барған кезімде мен Қазақстаннан шетелдің ешқандай айырмашылығын көрген жоқпын. Ол қандай қала болсын, әлемнің қай түкпірі болса да Қазақстаннан бір ерекше ештеңе жоқ. Олардың бір ғимараттар, сол ғимараттар бізде бар. Сол адамдар бізде бар. Сол себепті ол жақта ең үлкен маған ұнағаны шетелде тағы айтып кететін болса, сіздерге қатысты десем де болады, ол мәдениет. Мәдениет біздің қазақтарға ешқайда барып, ешқайда көріп, сол жақта барып қалып кетудің керегі жоқ. Бізге қазақтарға тек қана мәдениет дамыту керек деп ойлаймын. Шетелде алып келген біліміңіз қаншалықты осында пайдасы тиіп жатыр деген сұрағыңызға келетін болсам, өте көп пайдасы тиіп жатыр. Мен өзім қазіргі осы Петерказстан Продукс компаниясы, яғни ол Казмунайгаз компаниясының дочерняя организациясы дейміз, еншілес компаниясы болып табылады. Казмунайгаз компаниясына 50% тиесілі болса, 50% CNPC, яғни Қытайдың ұлттық мұнай компаниясына тиесілі. Сол себепті бұл компанияға мен өзім арнайы оқып келіп, осы компанияға түсу арманым болатын Казмунайгазға. Шымкент қаласына келу себебіміз осында ата-анамыз тұрып жатқандықтан, әке-шешеміз осында тұрып жатқандықтан, осында оралып, елде, жерде болу біздің парызымыз деп ойлаймын. Шетелге кетіп қалып,
өзіммен бірге кеткен балалардың көбісі қалып кетті. Одан ары қарай Англияға кетті, одан арғысы Америкаға кетті. Қазіргі таңда көптеген достарым Дубайда жұмыс жасап жатыр. Бірақ менің ойлайтыным, әрбір алған тәжірибеңді қалып кетіп сол елді көтеру үшін емес, осы елге алып келіп, осы өзіміздің елімізді дамыту керек деп ойлаймын. Егер әрбір кеткен біздің жастарымыз, студенттеріміз, яғни магистранттарымыз, ол докторанттарымыз болсын, жаңағы қызмет жасап жүрген, олардың барлығы барып қалып кете беретін болса, бұл Қазақстанды көтермелейтін ешкім жоқ деп ойлаймын. Өзім бала кезімнен осы армандайтын, ауылдан шыққаннан кейін қазіргі шетелде білім алып келіп жатқан үлкен жобалар дайындап жатқан жігіттер, өзіміздің Шымкентте мынау көптеген нелерді таныс бал достарым бар, өзім шетелде оқып келген, оның ішінде мынау қазір Шымкент қаласында ашылған Global Coffee бар, сол сияқты осындай кішігірім бизнес ашып жатқан шетелде оқып келген жігіттер көп. Яғни мен ғана емес, ол көп шетелде Латвия, Литва, Европаның қалаларында оқып келіп, жігіттер көптеген бизнес көздерін осында ашып, өз еңбектерін сіңіріп жатыр деп ойлаймын. Яғни оның барлығы біздің Қазақстан Республикасының экономикасын көтеруге осындай жастар керек деп ойлаймын. Ал өзім қазір Петрказинал Продакс компаниясында жұртшылықпен байланыс және мемлекеттік органдармен жұмыс жасау деген бөлімде жұмыс жасаймын. Ол менің өзімнің жаныма өте жақын бөлім. Себебі біздің компанияда 1700-ге жуық қызметкер жұмыс жасайды. Оның 1700 қызметкермен, яғни міндетті біздің бөлім тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Сол себепті шетелде білім алып келгенің сенің адамдармен қалай қарым-қатынаста болатыныңа, сөйлесуіңе, яғни оның ішінде қытайлар болсын, оның ішінде орыстар, Россияның, Ресейдің азаматтары болсын, қазақтар болсын, сен барлық тілде емін-еркін сөйлей алып, емін-еркін кішігірім болса да ойлана алсаң, ол сенің бір жетістікке жетуің үлкен септік етеді деп ойлаймын. Туған жерге бәрібір ешнәрсе жетпейді дегіңіз келіп отыр ғой өзіңіз. Оның ішінде Шымкентке деп айтсам. Рахмет жауабыңызға. Өте патриот жан екенсіз. Сіздің кітап оқитыныңызды да білеміз. Бүгінгі таңдағы жастардың көбісі қазір онлайн түрде оқиды, соткадағы бағдарламалар арқылы оқиды. Және қазір пандемия, карантин кезінде онлайн кезге біз өзіміз сол жаққа қарай бағыт бұрып алдық. Кітап насихаттау барысында болсын. Енді сізге қояр сұрағым, осы біз онлайн бағыт деп жүрген кезде өзіміздің дәстүрлі кітап оқуымызды жоғалтып болмаймыз ба? Жастарды кітап оқуға қалай тартамыз? Осы сауалға жауап берсеңіз. Бұл сауал бастапқы сауал деп ойлаймын. Себебі кітапхана болғандықтан сіздерді кітапхана саласының қызметкерлерін, кітапхананың жұмысшыларын өте бір қатты мазалайтын сұрақтың бірі болса керек бұл. Қазіргі таңда кітап оқитын жастарымыздың саны менің ойымша артып келе жатқан сияқты күннен күнге. Себебі көптеген жастар қазір онлайн форматта кітап оқиды. Яғни мынау карантин басталғалы елімізде осындай ауру келгелі көп салалар онлайн форматта жұмыс жасап жатыр. Яғни оның да бір өзінің пайда көзін тауып адамдар ол саладан өздерін басқа қырынан, яғни өздеріңіз сияқты басқа қырынан дамып жатыр десек те болады. Бұл үлкен бір септігін тигізетін мәселе. Ал кітап саласына жастарды қалай тарту мәселесі бойынша қазір көптеген тренингтер, мотивациялық видеолар, семинарлар өтеді. Бізге осы қазіргі 21 ғасырдың жастарына өте көп, былайша орысша айтқанда, поток информация көп болғандықтан қиын. Қай кітапты таңдап алу, нені алып оқу, оның ішінен өзіңе сапалы керекті дүниені табу өте қиын. Сол салада көмек беретін адамдар болса, мысалы келетін болса, біздің бала кезімізде бізге бір тақырыпты көріп қойса, сол тақырып бойынша кітап оқитын едік. Қазір қандай тақырыпта кітап оқығың келеді, не іздегің келеді, қай жақтан тапқың келеді, жастарға өте қолайлы деп ойлаймын. Барлық интернет саласы ашық, қандай материалды алғың келсе, сен соны алып, өзің дайындала аласың. Бірақ соның ішінде осы кітапхана саласы әлі күнге дейін қызмет етіп, әлі күнге дейін жастар тартып келе жатқанына мен өте ризамын, шынымды айтсам. Өйткені кітапты мен өзім
шынымды айтсам, Польша мемлекетіне барғанға дейін кітапқа қатты қызыққан емеспін. Бала кезімізде оқитынбыз, бірақ осы шетелге барған кезде мен сол жақтың азаматтарының апталап бір кітап оқитын, яғни анау айтып жатады ғой, кезінде мен бір жерден оқығаным бар еді, Сталиннің өзі күніне 550 бет кітап оқыған екен. 550 бет дегеніміз өте үлкен көлемді кітап деп ойлаймын. Сол себепті мен кітапқа қызығушылығым осы Польша мемлекетінде қатты артқан. 2 жылдың ішінде 50-ге жуық кітап оқып, оның ішінде Абайдың кітаптары болсын, шет елдің кітаптары болсын, жан жақты мотивациялық кітаптар деп жатырмыз ғой, солардың барлығына өте қатты қызығушылығым артқан. Жастарды кітапқа тарту үшін қызықтыра білу керек деп ойлаймын. Менің ойымша. Иә. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің қонағымызға сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Және де бүгінгі бір көрерменімізден келген сұрақты оқи кетсем, жалпы өзіңіз қай елдің тумасысыз, отбасыңыз жайлы толығырақ айтып кетсеңіз деп сұрақ қойыпты Айгүл ханым. Мен өзім осы оңтүстік Қазақстан, бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы, яғни қазіргі Түркістан облысы, Бәйдібек ауданынан тумасымын деп айтсам болады, Шаян ауылының. Әке-шешем, анам үй шаруасында, әкем қызметте мемлекеттік, ағам бар, 5 ұлымыз үйде, өзімнен кейін 3 інім бар, алдымда ағам бар, ағам мемлекеттік қызметкер болып қызмет істейді, өзімден кейінгі інім де қызмет жасайды, одан кейінгі екеуі, біреуі мектеп оқушысы болса, біреуі универді енді тәмамдады. Рахмет. Тағы да бір көрерменімізден сұрақ түсіпті. Лесбек мырза, жаңа консерваторияны бітірдім дедіңіз, яғни сіздің әншілік өнеріңіз бар екен. Неге сол өнердің жолын жалғастырмадыңыз дейді? Мен шынымды айтсам, 6 жасымнан бастап, мен білетін адамдардың барлығы, 6 жасымнан бастап өлең айтып, өнер деген андай ғой, адамның бойында тұратын нәрсе ғой, ешқайда кетпейді, ешқайда алып қоя алмайсың, оны ешқайда ұмыттыра алмайсың, ол адамнан тартып ала алмайсың, оны басқа салалар сияқты. Өнер мен үшін, өнер әрқашанда жанымда жүреді. Мен осы шетелде жүрген кезде біз Арменияда болдық. Арменияда үлкен постановка болды хордан. Сол хордан постановка болған кезде қазақша постановка мен қойған болатын. Армяндар таң қалған сол кезде біздің қазақтардың осындай жаңағыдай біздің анау қазақша 16 қыз деген өлең бар ғой. Сол өлеңге постановка қойып, хор қылып 70 адамды дайындап, соны театрально шығарған болатынбыз. Сол сияқты өнер саласынан мен қазіргі басқару саласына кеткен себебім өзімді басқа қырынан дамытқым келді. Өнермен әрқашан мен өзім әлі күнге дейін, яғни курстар болсын, нелер болсын барып жүрем, бірақ жаңа қазір мүмкіншілік көп қой. Караокеге барып өлең айта аласың, бұрынғыдай міндетті түрде сол салада жүру керек емес. Қазір Инстаграм арқылы жұлдыз болып кетіп жатқан әншілеріміз көп, YouTube арқылы жұлдыз болып кетіп жатқан әншілеріміз көп. Қазір өте ыңғайлы, қолайлы болып қалды. Ал баяғыда біз кішкентай кезімізде осы мен площадьта выступать еткен кезде Әл-Фараби атындағы басқа қиял әлемі, Кең баба біз үшін ол үлкен орта, үлкен қауымның алдына шығу қызық болатын. Ал қазір барлығы жеңіл жолмен ақша табуға болады, жеңіл жолмен атақты болып кетуге болады. Өздеріңіз де білесіздер, қазір Инстаграм арқылы не деген танымал болып кетіп жатыр. Өзімізбен бірге оқыған жолдастарымыздың көбісі кезінде өлең айтып жүріп, клип түсіре алмай қиналып, ақшалай басқа салаларға бара алмай жүрген достарымыз қазір Инстаграм арқылы атақты болып кетіп жатыр. Оның ішінде қалаулымға шығып атақты болып кетіп жатыр. Сол сияқты. Өзім қай салада болса да өнерім ешқашан бойымнан кетпейді деп. Өнер, ол хобби сияқты, әрқашан қасында жүр. Дұрыс айтасың. Пікір жазыпты бір көрерменіміз, керемет 8 қырлы бір сырлы екеніңіз көрініп тұр. Сіз сияқты қазақтың ұлдары көп болсын дейді. Рахмет.
қазір қоғамымызда біздің жастарымызға деген негативті пікірлер көп. Қазіргі біздің қазақтың жастары жалқау, барлық нәрсеге немқұрайлы қарайды дейді. Одан кейінгі ол пікірді өзіңізде естіп жүрген боларсыз. Әрине біздің өмір сүруіміз ол аға буыннан қарағанда өзгеше. Қазіргі кезде телефон қолдану, интернет, компьютер пайдалану, яғни қазіргі цифрлы дәуір ғой. Бірақ бұл заман талабы кейде ойландырып қынжылтатын нәрселер де бар. Ол жастардың мүлде басқа бағытқа бет бұруы, менталитетіміздің төмендеп жатуы, біздің өзіміздің менталитетімізге жат дүниелерге әуес болып жатады. Бүгінгі жастарды екі топқа бөлейікші. Бірі білімді, білікті, бәсекеге қабілетті дейміз. Ал екінші топтағы жастарды сіз не деп айтарсыз? Мен ол топтағы жастарды жаман деп те айтпаймын, жақсы деп те айтпаймын. Сол туралы өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Екінші топтағы жастар туралы. Екінші топтағы жастар дегеніміз сол қазіргі мектеп оқушыларын айтып жатырмыз ғой. Мектеп оқушылары, одан үлкендері, жасөспірімдеріміз. Мынау негізі мен өзім қазір көп анализ дейміз, сараптама жасаймын да. Ойланам, неге қазір жастар, сіз айтпақшы, жалқау, барлығына тез жеткісі келеді. Сөйтіп айтып жатады ғой, қазір кеше ел президентіміз де өзінің жолдауында айтты ғой, қазіргі жастар бірден жеткісі келеді барлығына. Ол өзіміздің де бойымызда бар қасиет, шыны керек. Бірден себебі атомный век дейміз ғой, қазір барлығы тез болып жатыр, ешкімде уақыт жоқ. Адамның барлығы күн сайын дамып отырмасаң, күн сайын сен жаңа бірдеңке біліп отырмасаң, қалып кетесің. Өзіңнің қатарластарына қалып кетесің. Ал қазіргі біздің аға буыннан қазіргі жастарды салыстырамыз ғой, қазіргі жастар аға буынның мотивациялық деп айтайықшы, мотивациясы өте жоғары болған өмір сүруге. Олардың кішкентай зат алса да, олар сол затын бағалап, сол затына еңбектерімен, өзінің барлық күш жігерімен жеткендіктен олар оның қадір қасиетін түсінген болатын. Ал қазір біздің жастарға барлық нәрсе тез, дайын, қаладың ба, анда бара сал, қаладың ба, мынаны ала саласың, қаладың ба, қол жетімсіз нәрсені, Американың да тұрған нәрсені сен 2 күнде ала аласың да. Саған барлық нәрсе дайын. Қарны тоқ, ешқандай, Абайдың сөзі бар ғой, қарны тоқтық, уайымы жоқтық, азғырар адам баласын дейді. Сол себепті деп ойлаймын, қазіргі жастардың ажырасудың көбейіп кеткені, қазіргі жастардың ешқандай салада жұмыс істей алмайтыны, қазіргі жастардың бірін-бірі көре алмайды деп айта алмаймын, біріне-бірі қызғаныш сезім бар ма, сондай деп айтсам болады. Сол себепті біздің жастарымызға қазір көп еңбектену керек, жаңа дамуымыз керек, біз түсінуіміз керек. Бізге барлық нәрсе қолжетімді болғанымен, біз Еуропа мемлекеттерінен, сол Америка құрама штаттарынан қаншалықты даму жағынан қалып баратқанымызды. Ол тағам түрінде емес, ол киім түрінде емес, біз өзіміздің миымызды әрқашан шыңдап отырмасақ, әрқашан жаңа нәрсені біліп, әрқашан өзіміздің тарапымызға критиканы қабылдай алсақ, сол кезде бізге ары қарай қимылдауға жеңіл болады деп ойлаймын. Әр уақытта өзімізді дамытып отыру керек деп ойлаймын. Қазіргі девизіміз сол ғой, қазіргі адамдардың даму керек, оқу керек, біліп отыру керек жаңа нәрселер деген сияқты. Рахмет. Біздің көрерменімізден тағы бір сұрақ келіпті. Сәлеметсіз бе, Леспек мырза? Леспек Ласбекұлы, қай тілдегі кітаптарды көбірек оқисыз? Соңғы оқыған кітабыңыз туралы айтып кетсеңіз дейді. Мен қазір шынымды айтсам кішкене ұялып отырмын да. Алдында осындай қазақша интервью берген кезде маған жеңіл болатын қазақша сөздер. Қазір мен өзім ойланып қалып жатқан себебім қазақша бұрынғы әдеби сөздердің барлығын ұмытып қалыппын. Қазіргі оқитын кітаптардың көбісі орысша болып кеткендіктен. Орысша, жұмыс жасайтын жерім орысша, оқитын кітаптардың неге мен орысша оқимын? Себебі мен орысша жеңіл түсінемін. Сол Алтын Орданы, сол көшпенділерді қазақшада оқығам мен. Бірақ орысшасында оқығам. Золотая Орда, Алтын Орда екеуін салыстыратын болсам, маған орысшасы тез жеңіл жетеді. Абай атамыздың Абай жолын орысшада, қазақшада оқығам.
қазақшасын өте қиын түсінгенмін да мен. Өзім мүмкін біздің қазір поколение көп қазақша бұрынғы сөздер білмегендіктен түсінбейтін шығармыз. Ал орысша жеңіл түсінемін. Ал жаңа сұраққа жауап беретін болсам, орысша кітаптарды, әдеби кітаптарды көп оқимын. Өйткені түсінуіме жеңіл, информацияны, ақпаратты тез қабылдауға боламын орысша. Рахмет жауабыңызға. Тағы да бір көрерменіміз қай жазушыны өзіңізге үлгі тұтасыз деп сұрақ қойыпты. Қай жазушыны? Қай жазушыны дегенде енді кімді үлгі тұтып өмір сүресіз, соның сөздері деген сияқты мағынада қойған болу керек деп ойлаймын. Бір нақты бір адам деп айта алмаймын. Маған өзіме жазушы ретінде емес, өзіме көп адам айтады ғой, идеал. Адам өзі кімге қарап бой түзейді, кімге қарап өскісі келеді. Иә, дұрыс, барлығымыз қазір Абай атамыздың 175 жылы болып жатыр. Абай атамыз қазақтың үлкен тұлғасының бірі. Қазаққа одан асқан ақын жазушы қазақтан керек емес деп ойлаймын да, қазаққа. Себебі ол Абай атамыз көптеген өзінен кейін жастарға қазіргі бізге үлгі ретінде көптеген мақалалар, әндер, өлеңдер, көптеген естеліктер қалдырып кеткен. Мен көп қазіргі заман талабына сай айтатын болсақ, өзім көп оқитын ол Дейл Карнеги. Өзім жақсы кітаптарын жақсы көремін, сол кісінің кітаптарын көп оқимын. Сол сияқты Роберт Кийосаки дейміз, бизнес саласында адами даму, адамдармен қалай қарым-қатынаста болу, достарды қалай табу, психологиялық кітаптарды жазатын жазушыларды көп оқимын. Ал өзіміздің қазақ саласына келетін болсақ, Абай атамыздың кітаптарын шыны керек қайталап көп оқып тұрамын. Абайдың 45 қара сөзін, Абай атамыздың Абай жолын өзіме жаныма жақын. Қазіргі Абайды оқысан ешқандай мотивациялық кітап оқудың қажеті жоқ деп айтқыңыз келеді. Дұрыс айтасыз. Рахмет жауабыңызға. Мектепті қазақша бітірдіңіз ба деген қызық сұрақ қойыпты бір көрерменіміз. Мектепті мен қазақша, онда да қазақша бітіргем. Өйткені 9 сыныпты осы 6 мектеп ауыстырғам 9 сыныпта. Өзім 9 сынып оқығам, соның ішінде 6 мектеп ауыстырғам. Оның көбісі ауылды жерлерде болатын. Сарыағашта, Шаянда, тағысын тағы. Сондай жерлерде оқығандықтан, оның өзі маған бір үлкен өмірде бір мотивация, өмірде үлкен жеңіл көмек тиді. Әлемде, шетелде жүрген кезде, Алматы қаласында оқыған кезде, әрине қазақ тілінде оқыдым мектепте. Рахмет. Көрермендер, бүгін бізде қонақта жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Петро Казахстан Oil Products компаниясының әкімшілік департаментінің маманы Лесбек Ласбекұлы қонақта. Сұрақтарыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Тағы да біздің көрермендерімізден түскен сұрақ, жаңа шет мемлекетте білім алып келгеніңізді білдік. Сол шет мемлекеттерде білім алып жүрген қазақ жастарына қандай мүмкіндіктер жасалған деп сұрақ қойыпты. Шет мемлекетте білім алып жүрген қазақ жастарына ол Қазақстан тарапынан қандай көмек? Сол бағытта сұрағысы келген шығар деп ойлаймын, менде көрерменіміз. Қазақстан тарапынан, мемлекет тарапынан болатын болса, көптеген жаңадай көмектер жасалған. Оның ішінде стипендиялық түрде, өздеріңіз білетін болашақ бағдарламасы бойынша, егер біздің жастарымыз оқуға шет мемлекетке баратын болса, олар үлкен көлемді стипендия алады. Ол жақта өмір сүруіне жететін, ол жақта көп көмек етеді. Және де біздің шетелде білім алып жатқан жастарымызға сол елдің, яғни Қазақстан мемлекетінің сол елдегі консулдығы көп өзінің көмегінде тигізіп жатыр. Бізге көп көмек деген өзімнің жолдастарымның көбісі сол жаққа барып, оқып жүріп, соның арқасында сол жақтың Қазақстанның сол жақтағы консульствосына жұмысқа кіріп кеткен кездері болған. Ол бағдарламада сіздердің тұратын жерлеріңізді, бұл осы біздің қазақстандықтар қамтамасыз ете ме сол бағдарлама, әлде қалай? Қазір бағдарламалар өте көп. Қазір өздері таңдап, интернеттен таңдап алып кетіп отқандар бар, ғаламтордан. Қазір
мемлекет тарапынан, егер мемлекет тарапынан болатын болса, мемлекет тарапы сол жақта тұратын баспананы таңдап алып беруге көмектеседі. Ал егер жастарымыз өздері баратын болса, өз қаражаттарымен, олар барған жерден сол жерден өздері іздеп табады. Рахмет жауабыңызға. Ал енді руханиятқа қарай бет бұрсақ, бағана жоғарыда айтып кеткеніңіздей, Абайға биыл 175 жыл толып отыр. Абай атамыздың бір өлеңін бір оқып беруіңізді сұраймын. Қолға салғым келіп отыр, енді сол өлеңді оқып беріңізші. Рахмет, осы сұрақ болып қалады дегеннен мен өзім, Абайдың өлеңдері көп қой, Құнанбаевтың өлеңдері көп. Соның ішінде осы тақырыпқа сай күз өлеңін мен бүгін алып келдім. Алып келгенде балалық шағымызда осы мектеп оқып, табалдырғанда оқып жүрген кезде көп жаттап, көп айтқан болатынбыз. Қазір енді осыны оқып берсем. Сұрт болып суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастары күлмес жүгірмес, бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салып иін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім, енесіне иіртіп шуда жібін, жас қатындар жыртылған жамайды үйін. Қастарына қатарланып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсең де жабыра қаңқы, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал құржан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең, кемек сүйек сорпа су тимеген соң, үйде ит жоқ, тышқан аулап қайда көрсең. Күзеу тозған, оты жоқ елдің маңы, жел соқса шаң тозаңы, от жақпаған үйінің сұры қашып, қыстан қорыққан қазақтың құрсын заңы дейді. Рахмет, керемет орындау. Біздің тағы да бір көрерменіміз сұрақ жолдапты. Қазақстанда болып жатқан праймеризге қатысып жатырсыз ба дейді. Праймеризге қатысып жатқан жоқпын, осы бойынша бізге енді ақпарат келген болатын, біз әлі қатысып жатқан жоқпыз. Рахмет жауабыңызға. Бізде бағана жоғарыда айтқандай, президентіміз шетелде оқуға мүмкіндікті жақсы жасап қойған. Яғни бұл жастардың барлығы қазір шетелде оқуға көп қызығады. Әрине солардың арасында қыз балалар да шетелге барады. Сол қыз балалардың шетелде оқуға сіздің көзқарасыңыз қандай? Толығырақ айтып берсеңіз осы жайлы. Енді мен көпке топырақ шаша алмаймын. Өзіме келетін болсам, өзімнің қарындастарыма келетін болсам, мен қыз баласының қазіргі мына заманда шетелде оқығанын қаламас едім. Өзімнің орысша айтқан сугубо личное мое мнение ғой, өзімнің жеке пікірімді менің. Себебі өзім осы шетелде жүргендіктен көп жүрдім. Осы оқу саласында жүрген кезде, елдерді аралаған кезде өзімізбен қарындастарымыз оқыды, өзімізбен қатар курстастарымыз оқыды Польша мемлекетінде. Бірақ мен өзім енді себебі неге деген сұраққа келетін болсақ, қыз баласына өте ауыр. Қыз баласына жалпы, мысалына біздің қазақтың тәрбиесі қандай ғой? Қазақтың тәрбиесі, әсіресе осы біздің оңтүстіктің тәрбиесі, менталитеті, 24 сағат үйден шығармай отыру қызды, постоянно оған қарап отыру, ешқайда шықпайсың, ағасы я әкесі міндетті түрде қарап отырады. Солай қазақ қандастарымыз, қазақ қыздарымыз, қарындастарымыз, әпкелеріміз болсын, көбісі шетелге барғандықтан, осындай қысымда жүргендіктен, шетелге барғандықтан, өмір деген осындай екен ғой деп қалады, дайын болмай қалады. Көп ол жақтың көп жаңағыдай ситуациялардың дайын болмай қалады. Сол себепті қыздарға өте қиын болды. Мен өзіммен оқыған жаңағыдай қарындастарымызға болды арасында шет мемлекетте жүрген, ол мемлекеттерде үйреншікті болып қалған қыздарға жеңіл болған шығар мүмкін. Бірақ менің өзім қарсымын шынын айтсам. Қарындастарымның сол жақта оқығаны. Біздің Қазақстанда неге? Қазақстанда қазір
иә түсінемін, осыдан 10 жыл бұрын, осыдан 5 жыл бұрын Қазақстанда мүмкіншілік болмаған шығар, бірақ қазір қарасаңыз қазақ түрік лицейі, яғни қазіргі білім инновациялық мектебі, Назарбаев мектебі, қандай Назарбаев мектебін бітірсең Назарбаев университеті, сол шет елдің білімін біздің қазақтар ақ беріп жатыр қазір. Сен барып келуге болады, практика жүзінде барып келуге болады, 5 айға 6 айға, бірақ 4 жылға 3 жылға шет мемлекетке қарындастарымыздың кетіп қалып оқығанын мен қаламас едім. Көп қарындастарымыз осы шығыс, Египет, Сирия, Ливия, жаңағыдай сол мемлекеттерге барып, көптеген мен өзімнің жолдастарымның қарындастары былайша айтқанда дұрыс емес бағытқа бет бұрып, діни бағытта дұрыс емес бет бұрып кеткен кездерде болған. Я жалпы қай жерде білім алса да өзіне байланысты ал бірақ мен енді әркімнің өзінің пікірі ғой, менің өзімнің пікірім. Ал қазір көзі ашық, көкірегі ояу жастарымыз, ата-аналардың өздері де қазір көздері ашық, балаларын шетелге жібергілері келеді. Сол себепті әркім өзі біледі деп ойлаймын. Иә, әркімнің өз еркі. Өз еркі, иә. Рахмет. Леспек мырза, сіздің білімді, парасатты жан екеніңізді байқадық. Қанша тіл меңгердіңіз дейді? Қанша тіл? Осы Қазақстанда жүргенде орысша, қазақша ғана білетін едік. Ағылшынша курстарға барып жүріп, ағылшын тілін үйреніп, Польшаға түстік. Польшада жүріп, жаңағы Америкада оқыған кезде ол жақта ағылшынша үйрендік. Польша мемлекетінде жүріп, поляк тілін үйрендік. Поляк тілін үйреніп, қазір оқып бітіргеніме 4 жыл болып қалды, келгеніме кішкене ұмытыңқырап та қалыппын. Себебі практика жүзінде күнделікті қолданыста жүргендіктен ағылшын тілін енді ол ешкімге жаңа деп ойламаймын, өйткені екі адамның бірі ағылшын тілін біледі. Барлық мектептің 1-ші класынан бастап үлкен апайларымызға дейін қазір ағылшын курстарына барады, өздерін шыңдап отырады, дамытып отырады. Поляк тілі мен үшін жаңа болды, мен үшін қызық тіл болды. Мен ең бірінші Қазақстан мемлекетінен барған студенттердің арасында ең бірінші поляк тілін үйренген жастардың бірі болдым десем де болады. Өзіме ұнады поляк тілі, шыны керек. Жеңіл тіл үйренуге. Рахмет жауабыңызға. Келесі қояр сұрағым. Қазір өзіңіздің қалыптасқан, өзіңіздің қызмет орныңыз бар, өзіңіздің жеке ойыңыз, пікіріңіз бар, өзіңіздің артыңызда өсіп келе жатқан туысқандарыңыз, інілеріңіз, бауырларыңыз, жалпы қазақтардың жасөспірімдеріне қандай кеңес айтар едіңіз? Осылай жасайық жігіттер немесе қыздар деген сияқты ойыңызды айта кетсеңіз. Қазіргі жастарға, өзімнен кейінгі інілеріме, бауырларыма, қарындастарыма айтқым келетіні, мен бала кезімде өзім, қазір көріп жатсыздар ғой, ютубта атақты небір адамдар жетістікке жету үшін қандай еңбек еткен, қандай жолмен жүрген. Адам өмірде барлық саланы көру керек деп ойлаймын. Қазір барлық салада жұмыс жасап, жан-жақты көріп, практика жүзінде ештеңеден қорықпау керек. Ең бастысы қорықпау керек. Ол қандай сала болсын, жұмыс жасап, қазір бұрынғыдай сен мынаны істемесең болмайды, осыны міндетті түрде істейсің деп отырғызып қою жоқ. Қазір әркімнің өз еркінде. Қайда барып жұмыс жасаймын, қайда қызмет атқарамын деген сияқты. Менің бағана басында айтып кеттім сұхбаттың. Мен Польша мемлекетінен келген кезде бір басқаша болып келдім. Өз Алматыға келдім. Алматыға түскеннен кейін Алматыны білесіздер, сәл біздің мәдениет жағынан кішігірім бір мегаполисіміз болып табылады ғой. Алматы қаласына барлық Қазақстаннан жиналады. Ол үлкен мегаполис. Одан келіп Шымкент қаласына келгенде маған удар болды, шыны керек. Үлкен басында кішкене қиынырақ болды. Сол кезде мен ойладым, шіркін, осы қазір әлі де өзімнің жоспарымда бар. Мүмкін мен оны айтсам, біреулер алда іске асырып жататын шығар ол ойды. Осы болашақ мамандығы бойынша бітіріп келіп жатқан жастарымыз, оның ішінде әлемнің түкпір-түкпіріне оқып келіп жатқан жастарымыздың барлығы жиналып, ауылдағы, бізде Түркістан облысында өздеріңіз білесіздер, ауылдарда адамдар саны өте көп қой. Сол ауылдағы кішігірім оқушыларға семинар, тренинг ретінде өткізсе,
жинап сол балдарды презентация ретінде өткізсе. Себебі байқаймын 11 класс бітіргеннен кейін көп жастарымыз қайда барарын білмейді, қай бағытқа барарын білмейді, қай салаға түсетінін білмейді. Енді жаңағы ұлттық бірыңғай тест біздің үлкен бір целіміз. 10 класс бітіргеннен кейін сол ұлттық бірыңғай тестке жетіп аламыз да, тест тапсырасың, ары қарай не істейтінін білмей отырады. Қай мамандыққа тапсырамын, мынаны таңдасам ба екен, мынаны таңдасам ба екен. Соған осы шетелде оқып келе жатқан жастар, олардың көздері ашып, көмегін берсе екен деген арманым болған мен. Өзім таныс достарым көп. Сол қазір байқайтын болсаңыздар көптеген кәсіптік саласында жаңа нәрселерді алып келе жатқан осы шетелде оқып келе жатқан жастар. Қазақстанға, оның үстіне Шымкент қаласында, оған Алматы қаласы, Астана, Нұр-Сұлтан қаласы, қазіргі барлық қалаларға жаңа новшествоны әкеліп жатқан осы шетелде оқып келе жатқан жастарымыз. Сол жастар тек өздеріне ғана емес, ауылда аймақтағы бауырларымызға көмектерін беріп, солардың дамуына үлесін қосса екен деген арманым бар. Өзімнің де сол қазір енді жаспыз ғой, бір үлкен жетістікке жеткен кезде осы мәселені қолға аламын деп ойлаймын. Жоспарымда бар. Арманымызға жетуіңізге тілектеспін. Тағы осы орайда біздің көрерменімізден сұрақ келіпті. Музыкалық аспаптарда ойнай аласыз ба дейді. Музыкалық аспапта ойнай алам. Мен бастапқы аспабым ол фортепиано мамандығы болатын. Мен өзім мақтан тұта аламын Чайковский атындағы музыкалық колледжді бітіргеніме. Себебі әрбір студент ол жерге түсе алмайды. Ол жерде Батырхан Шукенов оқыған марқұм, ол жерде Нағима Есқалиева оқыған, ол жерде осы атақты мықты Қазақстанның гитаристері, мықты музыканттар оқыған. Мен сол жерге барып, Шымкент қаласынан барып, хорды дирижерлау мамандығына түстім. Хорды дирижерлау мамандығымен қоса, менің қазіргі дипломдық мамандығым мұғалім және фортепиано инструментінің мұғалімі болып табылады. Өзім фортепиано аспабында ойнаймын және гитарада. Рахмет, күшті. Өмірдегі үлкен жетістігіңіз қандай дейді? Өмірде бірден үлкен қадамға мақсат қойғаннан, кішігірім мақсаттарға қадам қойып соларға жеткен адамның бойына бір ләззат алып келеді. Рахаттанасың шыны керек. Менің өмірдегі үлкен жетістігімнің бірі осы колледжге грантқа түскенім болатын. Одан кейін осы консерватория саласына, себебі өзім сол салада жүргендіктен, осы салада оқыған адамдар болса, ол саланы білетіндер болса, қандай қиын екенін біледі. Ол салаға грант мамандығына түсіп, 4 жыл грантта оқып шығудың өзі өте қиын екен. Мен кішігірім жетістіктерім деп айтсам болады, үлкен жетістікке Алла бұйыртса, алда жете жатармыз әлі. Орындалмаған арманыңыз бар ма? Осы уақытқа дейін де. Аллаға шүкір, осы бауырларымыздың, туған туыстарымыздың, әке-шешеміздің арқасында жаңағыда айтады, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шықтырмай өсіп келе жатыр. Көптеген ешқашан аш-жалаңаш жүріп, қарнымыз аш қалған емес. Адамның арманы әке-шешесі қасында болса, бауырлары аман болса, одан асқа арман жоқ деп ойлаймын. Менің арманым әке-шешем аман болса, туғандарым, туыстарым, жақындарымның барлығы дендері сау болып, қасымда күліп ойнап жүре берсе деп ойлаймын. Ал өзім айтып кеткен жаңа кішігірім армандарға, оларға солардың септігімен, солардың көмегімен, солардың поддержкаларымен дейміз, солардың қолдауларының арқасында жете жатырмыз. Жетуіңізге тілектеспін. Тағы да біздің бір көрерменіміз мынандай сұрақ жолдапты. Көптеген жастарымыз арнайы мемлекеттік бағдарламалар болсын, шетелге оқуға түсуге көмектесетін компаниялармен шетелге ағылып барып оқуға түсіп жатады. Сіз қалай ойлайсыз, шетелде білім алған тиімді ме дейді? Менің өзімнің жолдастарым оқыды шетелде өз қаражаттарына. Шетелдің де жақсы жағы бар. Біздің Қазақстанның атақты оқу орындарына шетелдің де о жақтың осымен деңгейі бір шамалас оқу орындары бағасы арзан. Ақшалай жағынан көп жеңілдігін берді. Өзіміздің жолдастарымыз пәтер жағынан келсем, пәтер жағы бізде де арзан емес, ол жақта да арзан емес.
тұру. Бірақ оқу саласына келетін болсақ, ол жақта оқу арзан. Неге екенін білмеймін, оқу ол жақта арзан, және де оқумен қоса сен ол жақта жұмыс жасай аласың. Оқудан кейін, мысалы, бізде бос уақыт өте аз қалады, жастарымыздың, студенттеріміз көбісі оқи алмайды. Ол жақта оқып жүреді және жұмыс жасап жүреді. Тиімді дейсіз. Сол жағынан тиімді, иә. Алға қойған мақсатыңыз? Алға қойған мақсатым қазір өзім қызмет жасап жүрген салада болсын, осы әке-шешемнің, әрбір ата-ана, мен ойлаймын, баласының арқасында биікке шығады. Баласы қандай жетістікке жетсе, ата-ана ол міндетті түрде үлкен биіктерге шығады. Ол біздің қазақтарға қатысты нәрсе. Шетелде мүмкін Европада, Америкада ондай емес шығар, бірақ біздің қазақтарға ата-анамыз қатты балаларына үміт артады. Оның ішінде жалғыз ұлы болса, я болмаса қызы болса, қатты үміт артып, сол өскен сайын өзін көтермелеп, ағайын туысының ортасында, туған туыстардың ортасында көтермелеп жүреді. Менің мақсатым әке-шешемді жерге қаратпай, сол кісілердің арманын орындап, сол кісілер мақтанатындай болсам екен деп армандаймын. Армандарыңыз орындала берсін. Келесі тағы бір көрерменіңіз сұрақ жолдапты. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытымда спортпен айналысам. Спортпен Польшада оқып жүрген кезде жаңағыдай қазіргі жекпе-жек па? Сол жақта жекпе-жек саласы, смешанное единоборство деген қазақшасы қалай айтады? Жекпе-жек саласында сол спорт түріне қатысқан болатынмын. Және де ауыр атлетика, сол спортпен айналысам и кітап оқығанды жақсы көремін. Әлі де кітап оқығанды, жаңа кітаптарды алып оқығанды, өзімнің інілеріммен бірге соларды талқылап отырғанды жақсы көремін. Бос уақытымда айналысамыз. Қазір көп жастарымыз дипломы бар, бірақ жұмысы жоқ. Яғни мамандық бойынша жұмыс жасамайды. Осындай жастарға қандай бағыт-бағдар берер едіңіз? Жаңағы мен айтып кеткен мәселем осы ғой. Көптеген жастарымызға қазіргі осы шетелде білім алып келіп жатқан, өзінің білімін шыңдап жатқан жастарымыз ауыл, қаладағы мектептерге барып, енді универ саласына жоғарғы оқу орнына түсейін деп жатқан жастарымызға бағыт-бағдар беруге көмектессе екен деймін. Себебі көптеген жастарымыз өз мамандығы бойынша жұмыс жасамайды. Әрине, енді барлық жастарға жұмыс табыла қоймас. Бір мамандық бойынша қиын болды. Бір мамандық бойынша барлығына жұмыс табыла бермейді. Бірақ әркімнің мына саланы оқып, мен де осы саланы оқуым керек деп емес, әркімнің жаны не қалайды, сол сала бойынша оқып, сол салада дамытса. Дизайнер бар бізде мысалға, әнші ішінен өзім сияқты да, әнші болып жүріп, мұнай саласында жұмыс жасап жүрген жастар сияқты. Бірақ мен де қазір өзімнің жұмыстағы басшылығым еркіндік беріп қойған, осы іс-шара болсын, жан-жақты салаларды қамти беремін. Маған көптеген еркіндік беріп қойған. Бірақ басқа салаларда, жаңағы оның ішінде құқықтық саласы болсын, сол салада дизайнерді оқуым, ішкі жан несі дизайнер, бірақ құқықтық саласында жұмыс жасап жүрген адамдар болуы мүмкін. Ол саладан гөрі мына саланы жақсы дамытады деп айтсам болады да. Сол себепті әркім өзінің жаны қалаған саласына түссе, жақсы болады. Нәтиже үлкен болар еді. Рахмет, Леспекұлы Спекұлы. Бүгінгі біздің эфирімізге келісім беріп, осындай керемет сұхбат жүргізген үшін алғыс білдіремін. Құрметті көрермендер, бір көрерменіміз тілек жолдапты, оқи кетейін. Леспек мырза, керемет сұхбат берудесіз. Сізге мықты денсаулық тілеймін. Барлық бастамаларыңызға сәттілік тілеймін депті. Рахмет. Келісім берген үшін тағы үлкен алғыс білдіремін. Құрметті көрермендер, бүгін бізбен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге де алғыс білдіремін. Леспек Ласпекұлы, бүгінгі күннің естелігі ретінде мынау 21 жылғы күнтізбелікті өзіңізге тарту еткім келеді. Құрметті көрермендерімізге бір ауыз өзіңіздің қоштасар сөзіңізді айтсаңыз.
шыны керек мен жалпы айтқым келетіні сіздер осылай елеп ескеріп шақырып бөліссін деп осынша мынау бір сағат көлемінде осындай сұхбат алғандарыңызға үлкен рахмет. Мен де өзімнің ойыммен бөлісіп, өзімнің осы 27 жылдық өмірімде жинаған өзімнің кішкене болса да, аз да болса да тәжірибеммен бөліскеніме мен де қуаныштымын. Сіздерге де үлкен алғыс білдіремін, үлкен творчестволық табыстар тілеймін. Алда осы кітапхана саласын осылай дамытып, алда үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Рахмет. Рахмет. Сізге де зор денсаулық тілейміз. Бағана айтқан армандарыңыздың бәрі орындалсын деп тілейміз. Мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Құрметті көрермендер, осымен эфиріміз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.